12 қаңтар күні Семей қаласындағы жергілікті өнім өндірушілердің көрмесі өтті. Көрмедегі бұйымдарды тамашалауға Семей қаласының әкімі Нұрбол Нұрсағатов және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің мамандары мен архитекторлар қатысты. Көрмеге 7 кәсіпорын өз бұйымдарын ұсынды. Олар өз өнімдерін таныстырып, ерекшеліктері туралы баяндады. Онда орындықтар, жұмсақ плиталар, балалар алаңқайы, гранитті тастар, газон қиыршықтары, сыртқы жарық шамы қойылды. Біз өнімдерімізді бұрын өзге қалаларға ұсынатынбыз. Жергілікті әкімдіктің бұйымдарға қызығушылық танытып жатқанына қуаныштымын. Біздің кәсіпорын Семей қаласында орналасқан. Осыған дейін Өскемен, Павлодар, Қарағанды облыстарымен жұмыс істеп келгенбіз деді көрмеге қатысушы кәсіпорын директоры Санжар Құсайынов. Бүгінгі көрмедегі ең таңдаулы деген бұйымдар қаланың әртүрлі бөлігінде қойылатын болады. Биыл алдымызда үлкен шаралар күтіп тұр. Семей қаласын көркейту мақсатында жұмыстар атқарып жатырмыз. Осындай өз өңірімізде кәсіпкерлердің барына қуаныштымыз. Болашақта бірлесіп жұмыс істейміз деп ойлаймын деп атап өтті қала әкімі Нұрбол Төлегенұлы. Абай облысы жедел медициналық жәрдем станциясының медициналық авиация бөлімшесінде үлкен жаңалық. Павлодар, Өскемен, Аягөз, Үржар ауылдарынан медициналық авиация желісі бойынша ұшулар жасай алатын Ил-410 ұшағы бір мезгілде бірнеше науқасты жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсету үшін Абай облысының медициналық орталықтарына тасымалдай алады. Абай облысының медициналық авиация қызметінің Ил-410 ұшағымен жабдықталуы облыстың денсаулық сақтау саласын дамытудың жаңа кезеңін ашады. Тіл туралы заңды сақтау мақсатында Семей қаласында жарнамалық белгілер мен плакаттарды бақылау жалғасуда. Мониторинг барысында бірқатар заңсыз ілінген жарнамалық баннерлер мен конструкцияларды бөлшектеу жұмыстары жүргізілді. Сонымен қатар қаланың көркін бұзып тұрған жыртылған ескірген постерлер де алынып тасталынды. Рейд барысында қаланың шағын және орта бизнес субъектілерімен заңсыз жарнама орналастыруға жол бермеу туралы түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Естеріңізге сала кетейік, Қазақстан Республикасындағы тіл туралы 1997 жылдың 11 шілдедегі номері 151-де Қазақстан Республикасы заңының 21 бабында көрнекі ақпараттың барлық мәтіндері мынадай тәртіппен орналастырылады. Сол жақта немесе жоғарыда мемлекеттік тілде, оң жақта немесе төменнен орыс тілінде, көлемі жағынан бірдей әріптермен жазылады. Для мониторинга цен в регионе создана специальная группа, в которую вошли представители отдела сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства. Она посетила ряд субъектов хозяйствования, чтобы убедиться, что цены на 19 различных продуктов питания, имеющих социальное значение, не превышают допустимого предела. Предприниматели предупредили не превышать цены на социально значимые продукты. Работа в этом направлении будет продолжена. В городе Аягоз для уборки снега мобилизировано 2 грейдера, 6 погрузчиков, 8 грузовых автомобилей и 11 рабочих. Құрметті Аягөз қаласының тұрғындары, биылғы жылдың басында көп мөлшерде қардың түсуіне байланысты қарды тазалау жұмыстары қазіргі уақытта атқарылып жатыр. Мердігеріміз Озон 93 мекемесі, ол мекеменің жұмылдырған техникасы 2 грейдер, 6 погрузчик және 8 қола автокөліктері. Және де осы көшенің жолы ғана емес, автожолдар емес, қосымша жәнегі жол жүргіншілердің де жолдары тазалануда. Құрметті Аягөз қаласының тұрғындары, мен Озон 93 өндірістік кооперативінің мүшесімін. Қар биыл табиғи құбылыстар қардың көп түсу мөлшерінде жұмыс атқарылып жатыр. Қазіргі таңда 8 фронталды погрузчик жүрді, 8 жүк қар шығаратын тасымалдайтын автокөліктер және де грейдер, 2 грейдер жұмыс жасап жатыр. Күндіз түні жұмыс атқарылып жатыр. Жаяу жүргінші жолдар тазартылуда. Сегодняшний день в целях обеспечения движения автомобилей по улицам города дороги расчищены от снега, вывезены на специальную снегоуборочную площадку. В настоящее время проводится расчистка дополнительных тупиковых улиц, пешеходных дорожек. В начале этого года из-за большого количества выпавших осадков снегоуборочные работы ведутся в усиленном режиме.